Өзіңе деген әмір ма? Сондайсың ба? Құдалар кімдікі құдалар? Құдалары да біздікі. Біздікі. Халық кімдікі? Бәрімізді. Бәрімізді. Значит, тойдың жақсы өтуіне сіздерге байланысты. Екеулеріңіз күлсеңіз, біз күліп жүреміз. Екеуіңіз настроенияларыңыз жақсы болса, бірақ халықтың да настроениесі жақсы болады. Тем более международный той болып отыр. Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қазақстан, ойбай, Россияның бір екеуі жүр. Ана жақта бір екі Тәжікстан отыр. Страшно той болып отыр. Сол ең красавчик жігіті Асекеңнің тойын жасап жатқан, международный той жасап жатқан, мен өзімді білшет, международный той кәдімгі күшті, слушай, әдемі болып отыр. Шапалақ ұрып қояйық, Сағындық ағамыз бен Тамара ағамыз ортаға шақырайық. Музыка, жібер, билет. Айқай шуғайды! Партнерші қайды, партнерші! Шапалақ қайды, партнерші, где слышу? Бақшыгені басамшы. Аға башы бере алмай қапсың ба? Өзі осылай берей ма негізі? Өзі осылай берей ма? Бұл. Так сұрақ, музыканы өшір, халықтың несін тексеріп аламыз, ризашы аламыз. Менің ағам Сағындық көкем қалай береді? Бұл абыройдың арқасы, бүкіл халық үшін шапалақ отыр. Менің красавица жеңгем қалай береді? Бұл бәрі осы абыройдың арқасы. Вот абыройдың арқасы. Мен вообще екеуіңізге қарап ризамын. Мысалы, мына апамды қараңыздаршы, әп-әдемі, шашы, көйлек деген Дубай, түр деген Швейцария, оң қолы Аргентина, сол қолы мына жерге Мексика болып тұр. Әп-әдемі, жап-жас қыздай. Ол кімнің арқасы? Балдардың арқасы. Ол кімнің арқасы? Ол қыздардың арқасы. Папам сюда еркек емес, саған құттықтап түсінбей жатыр. Кімнің арқасы екен өйстіп әдемі болып жүргеніңіз осы уақытқа дейін? Отағасының арқасы. Өйстіп әдемі болып жүрген отағасының арқасы. Енді мына кісіге қараңыздар. Шашы ағырған. Әжім бетер десе біліп. Ол кімнің арқасы десе? Ойбай аға, әдемі картаңызды жассын. Алла тағала нәсіп етсін. Мен сіздерге өте қатты ризамын, құрметті қонақтар. Мен айтамын, құрметті меймандар, құда мен құдағи бар ма? Құда мен құдағи. Бар. Құданың аты кім құданың? Еркін. Құдағидің? Айнұр. Қыздың мамасының аты Айнұр ма? Иә. Сол кісіге жыныңыз келіп тұрған жоқ па? Нормально ма? Енді рұқсат болса мен сол құда мен құдағиды ортаға шақырыларынан қалап тұрмын. Құда мен құдағиды шақырайыншы ортаға. Бір қошеметпен ортаға қошемет ұрыңыздар қатырақ. Айдай сол көрікті қыздарыңыздар. Өзім азаматтың қарызы болыңыздар. Бірден сізге риза болып тұрмын ғой. Қыз бермейші билеп жүрген айтсай. Келіңізші апа, мына кісі мен мынандай енем болса үйден шықпайды деймін вообще. Қошемет ұрайықтан мынандай папалар мен мамалар келген кезде шашпайлар орнынан тұратын, шашпайлар орнынан тұратын не? Шешендеріне қарасы бір КамАЗдың кабинкасына отырған сияқты же. Ой жаным, қышуға сен кәдімгі неғып киімнің жартысын кимегенсің бе сен? Жігіт жолдас деген ойбай бір қаскелең имам ұқсап айтыр. Іште жарасыз. Ал енді рахмет, тойларыңыз рахмет, Алла разы болсын. Осындай сұлу қыздарыңызды осыны жеткізіп, айдай сұлу қыздарыңызды қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қатарынан қалдырмағандар үшін Алла разы болсын. Келін құтты болсын аға. Қазір бала келін болса, бір жылдан кейін ана келін болсын. Қасиетті қазағымның дана келін болсын. Шаңырақтарыңыздың шамшырағын сөндірмейтін бала келін болсын. Өзіңіздің екеуіңіз былай келіс алсаңыздаршы, мына жаққа келіңіз. Мына жаққа тұрыңыздар, осы жерге тұрыңыз. Құдасы мына жаққа бар, назым ағалар. Ағай, сағыңдар. Мына жерге тұрыңыздар. Құданың аты кім дедіңіз? Еркін. Ассалаумағалейкум, Еркін. Ассалаумағалейкум, Еркін. Өз қызыңызды. Аске неғып настроение жоқ, сен нормально ма бәрі? Бір жер оғып тұрған жоқ па әйтеуір? Болды көріп тұрсайсың шамалы. Мен айтам, сен өте бақытшылысың ғой. Қазақта жақсы сөз бар, ата-анаң тірі кезінде тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін жылқы союдың қажеті жоқ дейді. Осындай мамаларының барына шүкір жігіт, өз анаңды қалай сыйлайсың, өзгелерін де анасын солай құрметте. Дұрыс емес, сіздер аман болыңыздар. Апа, қызыңыздың есімі кім? Сұлушаш. Сұлушаш кетті деп жыламаңыз. Сұлушаш үйден кетті деп жыламаңыз. Айта алмай тұрған сияқтысыздар, енді Құдай қаласа жақсылап төртеуіңіз фото қатысып
қатысып аламыз, бүгінгі күнді бекітеміз, әдемі бір фотоға түсіп алайық, настроениемен күтіп тұрыңыздар. Айтқандар. Дұрыс па осылай? Болды. Ал күтіп тұрамыз. Әкіміне шоқыр ма? Болды ма? Болды. Енді құрметті қонақтар, қалай әдемі келдіңіздер? Тура осылай әдемілеп ортаңызға барыңыздар. Құдалықтарыңыз рахмет, Алла разы болсын. Құда мен құдағиға жақсап бір қол соғып жүрейік. Рахмет, тойдарыңыз құтты болсын. Спасибо, thank you. Мен сағындық ағамыз алып келдім. Ол телевизорды кімге береміз деп маған айтты, Мейірбек деді. Бүгінгі тойымызды көп билеп, ойнап, нукус болсын. Қарақалпақстан, Тақтакөпір, Қошел, Бүйрөне, Алматы, жан-жақтан қандай қонақтар келсін, бір адамға бересіздер. Дұрыс па аға? Мен әуелі халықтың сізге деген ықыласын тексере болайын. Сағындық аға қандай кейін халықтан сіздан бастап әңгіме айту керек. Сағындық сабырлы, Сағындық сұлу, Сағындық сипаттичный деген сияқты. Тамара апай ма? Тамара апай талантты, текті, тәрбиелі. Азамат қандай? Азамат авторитет. Алтын жігіт, аферист деген мысалға деп жатыр. Келін сұлу шаш қандай? Сұлу шаш, супер келін деген сияқты. Ең ұнаған сөзге мынандай бір подарка береміз. Давайте сізден бастайық, аға, апа, қолыңызға ұстаңыз, бір адамға подарка береміз. Салмақты, сабырлы. Қандай? Сіз қандай? Жігітті қарасаңшы, бір қызға қарап, өзіңіз не? Сенімді. Сіз қандай сағыныр? Апа қандай? Қалай? Сұлу? Сұлу дейді. Аға, сіз тыңдасаңшы. Не десе сұлу, сымбатты, сипаттичный дейді. Қандай? Супер дейді. Қандай? Сері дейді. Сізді сері деп атырағы ойлаңызшы. Ойбай, мен саған қарай екен. Берем сөз қақайды. Жоқ, айтсаңшы. Қалды сұрақ айтқан. Сіз қандай тағы? Салмақты. Апа? Қалай? Не дейсіз? Салмалы, сыпайы дейді. Ана сөз айтқан адам ортаға шығып бір осыдан көрсен. Ол тақсы қандай? Сауатты, және сүйкімді, және не дейсіз? Сауатты дейді. Ең ұнаған сөз қандай сөз? Аға айтыңыз. Мына сөзді берем. Сауатты. Осы ғана ма? Сүйел емес сауатты, Сауатты. Кесеңші брат ортаға, музыка, жинер, шу. Сіздің бейіңіз ұшы білеміз, деге доп бөкәдімдік. Шабыға қарай, үшімектеріңіз. Ассалаумалейкум, атыңыз кім? Бахрам. Кім боласыз? Сұлтанның жорасы. Сұлтанның жорасы дейді. Ташкенттен келіп отырып, татты ішті, бәсі Ташкент мен шапқан күшті бұл. Күшті шысында не бұл сізге. Рахмет сізге. Ташкенттен ба? Азар жағы шеше бөлек. Ташкенттен жағдайлар жақсы қойдым, бөлек. Тағында бірдеңе дәмет тұр қойдым, Мына бритваны алып кетсеңіз болады. Енді осы үшеуінің біреуін таңдағаныз. Рахмет. Шабасы бай, Ташкенттен келіп отыр. Ташкенттен келіп сауатты деп отыр. Сіз сауатты болып Ташкенттің адам болса, біздің Тамара апай қандай? Бірінші ауыз мен ауызда сөз болсын. Талантты кісі. Тамара апай текті кісі, тамаша кісі. Талантын айтып жатырмын мен. Қалай? Төзімді? Ойбай, бірақ сізге төзіп жүр ма неме? Тәрбиелі. Ал, тапқыр төзімді дейді. Не істеп төзіп жүр ма сізге? Қандай? Текті. Тәрбиелі. Қандай? Тектін айтты. Тәтті дейді апа. Сізді тәтті дейді ойлашы. Тамаша. Дальше, тектін айтсады. Талантты. Дальше. Ойбай, апа, анадан кейін ішіп кетіп көріп көпірсің. Теңдесіз дейді андай. Ау! Не дейсіз? Тұмар дейді. Темір,
табысты темір дейді. Ош апа, мына фенді кімге береміз? Егер жолдасыңыз сауатты болсаң, сіз ол мен айттым ғой, талап мен айттым. Текті. Текті деген сөз бар ма? Төзімді деген қалай? Ау, Болады олда. өз пікірің жоқ болсын өзі. Ана кісі жаны шығып кетті ғой, қайын өзі. Сөйтіп, текті деп кім айтты бірінші сөзді? Кесеші. Қалай? Бұл балаға фен қалай болады екен? Ош кептіретін басқа жері бар шығар. Рахмет, спасибо. Рахмет, спасибо. Атың кім негізі? Ердос. Так, ана кісі Ташкенттен, сен? Осы Алматыдан. Бәсе қазір қайтамын деп тұрған сенсің. Алматы қай жерден? Өзіне. Қаскелеңнің Чымалған жерден. Бір айымбек поселок. Болды ма? Рахмет, кетеуші. Өз мен өзі спокойно. Ташкенттік кісі нәзір болып, мына кісі Алматыдан. Сіз сөйтіп тектісіне азамат орнына тұра ғой. Азаматқа мен мынандай беремін. Так, азамат қандай? Адал, атлетті, ақылды, атаман, айбынды, асқарды, асқандай. Емеш, тамада деген атым бар, родной баласының мен қасында. Алтын дейді, дальше. Абыройды қалай? Авторитет. Апа қандай? Қалай? Ардақты, дальше. Аяулы. Автомат. Айдақты дейді. Сөйтіп, асыға тыңдалатсың ба? Айдарлы қандай? Асыл тұқымды дейді. Ойба. Асыл тұқымды. Ердің тұяғы дейсіз? Асыл ердің тұяғы дейді. Масқара ана. Асыл ердің тұяғы деген ойбу. Типа дикий даралоз деп тұрғырсыз. Қандай сөйтіп? Кімге береміз? Асыл ердің тұяғы кесеңізші ортаға. Музыка. Қымбат полицияның директоры сияқты. Кешіріңіз, өлтіріп алып деймін, Ас медиксің ба? Қош медиксің ба сен? Сен қандай медик сияқтысың? Уколды алсаң салатын бейтім. Тық. Қай жерден медиксің? Ұзағыш. На, пожалуйста. Бұл тойда саған ешкім бет демесін, бұл өмірде орысша ешкім нет демесін. Мына плойка беріп, басқа ешкім бет демесін. Рахмет саған. Спасибо. Шапалақ. Асыл ердің тұяғы дейді. Асыл ердің тұяғының өзі қандай болып тұр? Сауатты болып тұр. Сауатты шашқа мынандай қымбат подарка беремін. Сұлу шаш қандай қыз? Сұлу сүйкімді, сымбатты сыпайы, сабырлы. Не дейсің? Ақылдысың, сіз десем ақыл дейді. Салиқалы шар. Сабырлы, қандай? Не дейсің апа? Сабырлы? Сабыр, қаш? Сабыр болмай жол қойыпсың сабыр. Айтыңыз. Сүйкімді қандай? Так, төрге барамыз. Жасар тартылды, төрге барамыз. Қандай? Айтыңызшы, су шашқында. Қандай? Сүйкімді. Сыйлы. Сары балаға ойбай. Супермен. Қалай? Супер келінді айтсады. Және сымбатты, современный. Сүйкімді. Мына сол өзімен өзі отырғансың сәттіңдер. Сөйтіп қандай кімге береміз? Сұлу шаш. Қандай? Штихан. Супер келінді кім айтты? Тұра. Саған дейін айтты. Ән жерде кім айтты супер келінді деп? Очки тағысыз ба? Келіңізші ортаға. Очки тағы кісіге шапалағырып жүрегі осы кел. Вообще бір проблема шоға елгі түрінен көріп тұрмын. Есіңіз кім? Алма. Кім боласыз? Мен Құдаша, Сұлушаштың жеңгесім. Құда жақтансыз ба сіз? Мәңіз сізге. Ешқандай сұрақ жоқ сізге.
Ол астаяқ, ол астаяқ. Мәңіз, мынау да сізге. Су ішесіз ба? Су ішесіз ба? Мәңіз. Осында алып ішесіз айтыңыз. Болды. Немене? Рахмет, жіберді. Әкел онда. Ризасыз ғой тұр. Болды. Бірақ өлең жасатына кетерсек қандай? Туған жерім, туған өлкем. Абай неге өлді деймін ше? Рахмет. Ау? Ақыныңызға жақын. Түріңіз реклама отырсын. Мен осындай әйелім болса ойлайықшы аға. Жоқ, вообще айтып отыр, вообще айтып отыр. Спасибо. Сәкен, тұрмысқа шыққан? Шыққан? Неше бала ма? 3 бала. Қысамайсың ғой сен 3 балаға. Вообще қысамайды, ә? 6 баласынан сияқтысың, оны айтып отыр. Шапала құрай, құлдашы! Қай жақтан келдің? Шапала құрай! Сөйтіп, біздің сауатты ағамыз ұрпағы сауатты болсын. Ұрпағының бәрі текті болсын. Осы екеуінен туған балалар асылдың тұқымы болсын. Және де біздің келін, не дейміз? Супер келіншек болсын ағай. Айтпақшы, қазақ деген сөзге ең жақын әріпті кім айтады? Соған мына подарканы беремін. Қандай әріп? Қазақ ана шейхтардың ең көп түйелері бар ғой, оттаған әңгіме. Ең көп түйе сол шейхтан кейін Құдайға шүкір біздің қазақтың аты рекорд кеңсе енгізген Сыдық деген ағамыз отыр. Осы кісіге шапалақ ұрып қойыңыз, рәй. Сыдық аға, орныңызға тұрып қойыңызшы. Міне. Шапалақ аяқ жайылма. Ең осы уақыттың санатын бүкіл ақтап жағымыз 13 өткізсін. Бір 13 бір парашайт болған жоқ. Аллаға шүкір. Тұрсынбектен бастап Туканың бәрі осы Шарифа рестораны. Міне, пожалуйста, Құдайға шүкір. Қалай отыр? Не важно жерде. Той қалай отыр деймін? Күшті. Сағынға келімсі той қалай өтіп жатыр? Қалай? Өз қатарларынан билеп жүрген шығар еді? Жоқ, сіздің алдыңызда бұлай билеген көрдіңіз ба? Көргенім жоқ. Сіз көрдіңіз ба? Көрмедім. Көрсетемін біз. Аске тұр. Сен папаң мен мамаң алдында билемей неғып жүрсің сен? Ой, Тәжікстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Қазақстан. Сен номер 1 болыпсың сен. Ортаға шығып билер адам нервысына тимей. Аяқа бар, аяқа. Сен асыл тұқым емессің, бар аяқа. Аяқа бар. Бір майы жоқ сосын, бір майы жоқ таңдал. Меше сен түрің тәуекел мүсінге ұқсайсың бір қарағанда. Бірақ тез қарау керек, тез қарау керек, шынбай. Қайсың ба? Жігіттің сұлтаны, жігіттің төресі Азамат! Сен бейін бар ғой, көшеттегі бір батуттар сияқты біліп тұрған тек. Любой ана бір шиномонтажын алды, мынандай бірдеңелер тұрды ғой. Кел. Стоп! Азамат қайын жұрты, күйеу бала қалай биледі? Нукус қалай биледі? Өйші бір аджиканы дәмі шығады екен бар ғой. Бетінде бір прищик жоқ қомыраны шығады. Қысмасаң семьяны тұзап демеді. Қарашы, сен бетші бұға просто аты тұрда бет жер. Істейін жер кішкентай екен, көріңіз ба? Қарын айтам, қарын жоқ қой сенде. Сол кішкене қарынды өсіріп құдай қаласың, еңсені көтер. Настроение қалай? Жақсы. Үйленген қалай? Жақсы. Халыққа тұрып, ура, мен үйлендім деші екен. Ура, мен үйлендім. Жетіскен екенсің, әкел. Бір мықты берейін, бір 3 досың шақыршы ортаға шақырайын. Сен папаңды көрдің, алдына билеп жүр, жас кеседе. Мамаңы билеп жүр. Бір 3 жігіт шақырауға осы кезде. Номер 1 бишілер. Асқар. Асқар деген кім? Асқар! Асқар! Бөлексің актер жігіт. Көзін ашшы. Өссің дей ма? Давай. Бұл сен досың ба? Папаның қасасыма деп жүрмін ғой, давай. Жібер! Сен биің әлхамдулилла екен ғой. Açık kaldır. Әлібек açık kaldır. Әлібектің түріне қараса қандай сөйлей береді? Шу батсың да. Так, үшіншігім? Саламат. Саламат!
Все. Міне, пожалуйста, азаматтың 3 досынан поддержка шапалақ ұрмаймыз ағайын. Молодец. Так, слушаешь, срочно мына 3 жігіттің аузын жауып керек. Срочно аузын жаппасаң болмайды. Ана телевизорға тезірек алып сенен бұрын. Кім бар? 3 подружкаң бар ма? Бар ма подружкаларың? Шақыра қой. Негізі әйелің сөйлей ма? Söylese. Болды. Кім? Анар, болды ғой, Анар шақырып тұрған. Анар деген кім? Шұғылбырай Анар. Бөлексің ғой сен құрсаң. Немде жыланды бір теуіп киіп алғансың ба құрсын? Күшті жараса, еще жараса өзіне, тұрмысқа шықпаған? Алла қаласа 2024 жылы Бақытжан тұрмысқа шық. Сен күйеуің біздің жігіттер красавчик болсын. Әумин десең. Сенің атаң сияқты, біздің әкеміз сияқты интеллигент деп болсын. Әумин де. Сен әумин десең, что-то ұнамай тұрсың сен ма? Сенің енең тура менің енем сияқты, тәтем сияқты Дубай болсын. 8 қайнапан болсын сенің. Ешқайсы тұрмысқа шықпаған болсын. Еще бәрің бір үйде тұрыңдар деп қарғап жүрсің. Так, екінші кім? Анардан кейін кім? Динара. Динараны шақырамыз ол деген. Динара. Сендер немене вообще фигураларын қалай сақтайсыңдар? Жылына оразған 4 рет ұстайсыңдар ма қасың? Вообще қызғы. Сенің де сондай бірақ еді? Екеуміз ғана екен ғой. Үстікені вазасын ой, маған не жүргізейді? Үшінші кім? Аружан. Аружан! Өзі біле ма Аружан екен? Аружан! Я полный еңбегенсің келді. Еттен қашқансың ма неге оңай шақпан? Ана жаққа барса қайда қарарыңыз бөлмей қалып қойғысың. Сізге болмайды. Машыға тұра берейін. Жетістіған қаласына шақаларды аламасың. Ана жаққа қарай бересің. Аз өсісінбей қалдым, қайқа деп. Аға, мына 3 жігіттің де, мына 3 қыздың аузын жабатын мөшті 3 еркек керек, билейтін. Еркек хочу. Хочу деп билу керек. Кім бар? Нугустан біреу, Ташкенттен біреу, Қазақстаннан біреу. Давай 3 мемлекет шақырайық. Кім бар? Қайын жұртыңыз бар ма? Шақырайшы. Нөкістен Бердебай. Бердебай Нөкістен. Молодец. Міне. Мына жаққа қарамай қойыңыз. Былай қарап тұра беріңіз. Туда опасно. Дальше. Ерлан Қаскелеңнен. Пожалуйста, міне. Осылай жинау керек қой адам. Нугус. Қаскелең. Өз кайф өзінде. Үшінші кім? Давайте бір необычный, басқа жақтан кім бар? Басқа жақта кім бар? Нугус келді, Қаскелең бар. Кім жетіспейді? Ақтау жетпейді? Ақтау жетіспейді ғой қаншағылар. Ақтауда кім бар? Ақтау. Батыс Қазақстан ба? Тұран. Ақтау. Ақтау тебе кайф спокойно. Ақтау спокойно, ашыға тұрсаңыз болады. 3 мемлекеттің президенті ұқсап тұрсыздар болсыздар ғой. Қазақстан, Өзбекстан, Монғолия болып кәдімгідей. Бөлек, так, адамыздың команда, адам үшін до конца. Апа, кіммен қаламыз? Сіз қай жеріңіз кем? Сіз басқа жерден қай жеріңіз кем? 3 әйел шақырыңыз, әйел болғандандай, әйел қыз. Кім бар? Шақырайық, құдашылардан біреу. Жетім емес қой, Нугустан біреу, шақырыңыз. Кім бар? Нугустан Эльмира. Эльмира Нугустан келіп отыр. Нугустан Эльмира! Сел салу кетіп тұрқасапсың. Өмір сіздің Нугустан деп жаңа. Жоқ, сіздің жасыңыз ажақтай ұш. Ажақ болмайды. Ожақ, болсын ұш. Бірісі бар ғой, базарға барып, біреу значысын қайтармаса, ұры өлтіретін сияқты жүрсің. Сондай ма? Шашын жылам деп. Сен шашынды қалай істеп аласың?
Так, дальше. Gavhar gelin. Kaskelinden Gavhar gelin. Gavhar gelin Kaskelinden. Gavhar gelin Kaskelinden var mı? Geliniz, çevir. Осылай билеу керек деген ғой. Соны айта салайын деймін. Неге жағаласып қалды мына кісі? Кім неге жағаласа біледі сосын? Ау? Үйде de sonday. Ау? Қызым ғой мен. Келін емес пе? Жоқ. Сұлтанның әйелі онда емес пе? Жоқ қызым ғой. Ана қызыңызға қарағанда көйлегіңіз качественный. На то пошло жазып емес қызыңызға қарағанда. Әйтеуір айтып отырмын. Сізде шашыңыз натуральный, потому что. Үшінші кім? Үшінші жаңағы құдағилардан, құдашадан. Сіз тілек айтып жатсаңыз? Кім шақырамыз? Атын таппаған кезде қазір, пожалуйста, келініңізді айтамын. Айтпақшы, келін демек үшінші, сұлу шашы қолыңызда тұра ма? Иә. Постоянно ма? Постоянно. Соны сұрап берсінші деген бағана. Кірі. Көріп, Динарақ деген құдаша көрінбейді, бүгін соны іздеп тұрмын ғой. Может, келмеген ше? Жоқ. Бар ма? Білген ғой мен немесін шақырмай. Динара бар ма? Шақырыңдар ма Динараны? Динара келмепті ғой. Я тұрайын, шешімге бар, айта ғой. Мамаңнан ақылдысың ба қызым? Біресе қыз, біресе, а? Келіннің жеңгесін шақырам. Аты кім? Ана тұрғыртықты. Келіннің жеңгесі? Өз құлай атылады, жеңге деп атылады өзі. Иә, сол. Апасы шығар, ол апасы ғой. Танысамыз ба? Апасы. Сізге бір бейшаны жақтадыңыз ашында. Бар, кешіп братан. Сен аты билема дейші. Ал, шағыр бақай, жер! Құдалыққа алып кетем мен. Ертең ешқайда бармайды. Мен құдалыққа барады. Қатын балашығына сөйтіп айтты. Так, все. Группа кешью. Дайынсыздар ғой. Музарттау, дайынсыздар ғой. Все. Бар әйеліңе бар. Сосын бар ғой, жүрген кезде дұрыстап, жүргенде жанымен жүреді кезі кетші. Дұрыстап жүр. Асыл тұқымыз асыл тұқымы. Аяғы доғыз. Өзі солдай ма бұл? Все. Аға, мына үш еркек сіз үшін доконца ма? Иә. Точно уверенсіз. Көрсейші. Көрейік. Все, қарымдар мен мырзалар, залда 307 адам, соның 12 адамын ортаға шақырдық. Қарсаңыздар, команда менің әкем. Шапалақырамыз, әкем. Команда менің мамам. Бауырым азамат. Келін сұлу шаш. Все. Енді артама жасама, қоласа. Жоқ, сен артама. Қоласа. Кім, Зәмзөгүл? Ана кім қоласа, давай. Ақтау. Атыңыз кім еді? Гауһар. Зәмзөгүл жарасап, давай, қоласа. Ортаға келеміз, ортаға қарай. Кішкене киімге тұрамыз. Аға, пока телевизор ойнатпаймын. Оңға дейін, оңға. Ол, Эльмира, Жанович, береші, пожалуйста, до конца. Резко музыка тоқтайды, екеу дейін бай. Себебі, до конца хорошо? Бірінші орынға. Бірінші орын береміз. Екінші орын береміз. Үшінші орынға не береміз, қачал? Білмейді, үшінші орынға не береміз, білмейді. Айтшы. Приз. Шайна қалай? Үшінші орын. Жидан, отау. Міне, білімді ол сразу көрді. Кет, музыка, жібер. Шабақ қайда. Екеуден. Ақтау барса жаңғысына. Жоқ, асама, құш. Қалай жүрмемейді, қалай жүрмемейді. Там-тамаша әп-әлемі қыздар тұр. Жоқ, мына екі бірін жаңғысы. Мына екісінің үстінен жастары келді. Мына екі бірін не жоқ. Сені вкусына риза болдым мен. Шешеңмен жас адамға жабысады екенсің, молодец. Болды, осы құлашаға ие бол. Естірсің, доказа! Туге, нугус, доказа! Стоп, берге. Стоп, келіңіз аға. Натуральный аферист екенсіз. Аға, ренжімеңіз. Атыңыз кім? Пердебай? Пердебайдың көз жасы жүрмейді сізді. Адам құсап доказын жабысып еді, жоқ, Пердебай ақтыр кетті. Ренжімеңіз аға, брау сізге. Ертең акиматқа барып заявление жаздыңыз. Не сұмдық бұл акиматқа барып? Рабет, кеш, сен үшіп кеттің ба?
Үшіштен, так. Сен таза болмаған екенсің қойсын. Жоқ, қалай жақсы екен? Уже шешеңмен мамам жүр екен бірінші. Атыңыз? Ежбеңіз Гаухар. Өзіңіз бойынша кішкене қолтығына сіңіп кетпейсіз бірден. Все, уже ежіктен. Қазақтың басында күн туысы болса ақтау бірінші. Қаршы, осы жерде қаршы. Ақтау бірінші. Күшісіз ба, братан? Қожа. Ей, бөлексің ғой, братан. Все, жібер кетті. Пернебайды көз ашып жүрмеді. Пернебайды көз ашып жүрмеді. Міне ғой. Пернебай көкемді лақтырмау керек еді. Өмір ғой, ренжімеңіз. Пернебай көкем ашықты болсын. Пернебай! Болсын. Аға, шығып кетті ма? Шығып кетті. Figure in guitar and sound effects. Давай. Bir қатар атырамыз. Все, ханымдар мен мырзалар, шапалақ ұрайық. Финалға шыққан үш жігітке қошемет. Азаматтың достары до конца. Сіз білесің ме, жалғыз өзің біздің қыздың намысын қорғайсың. Иә. До конца ма? До конца. Біздің қызды қанша жылдан келсің? Туғаннан. Туғаннан? Содан қалай? Шығып атқанда сен қарап тұрдың ба, не айтыр? Екеуі бірге шықтыңдар ма деп тұрды. Айтса туылғаннан қалай айтарсың? Мен білмеймін, туылған деген сөзін мен түсінбеймін. Қалай айттыңдар? Әкесімін. Әпкесімін? Сол қарап тұрдың ба деймін бе бәрі? Давай. Сосын сұрайын. Дейді, сол қолды артқа жібереміз, оң қолын бұрын ұстаймыз, бұрын. Мен не істеймін, мен артынан қайтадан. Енді каждый өші. Досын, мос деген понятие жоқ бұл жерде. Қаршы, кеттік ал. Мен шатастырамын, шатаспаңдар, мен шатастырамын. Кеттік ал. Шаш, қолдық. Сен қолдығың құлағында ма? Ай, шатастырамын деп жатыр ғой, шатаспасай. Шаш, қолдық, мұрын, аяқ, мынау уже шоқырып жатыр, бүйтіп тұрып алып. Кетші бар, шығау берейші бар қыз. Рахмет, мынау саған рахмет. Алла разы болсын, рахмет. Бәйтерек, бәйтір. Кеттік ал, міне. Шаш, қолдық, мұрын, аяқ, ауыз, бел, шаш. Бүкіл денеңізді балап шықты бұл қыз. Мама. Так. Сен құдаларға қатысың бар ма? Құдаларға қатысың бар ма, жоқ па? Кім боласың? Наша. Туған ба? Иә. Нормальный бере салды. Бағана Тамара әпшеміз айтты ғой, жақсы сыйлықтар менің туыстарым мен құдаларға, онша еместерді сағындықтың туыстарына бере саласыңдар. Енді бір-біріне қараңдар. Сен? Сол досы бауыр. Ты чё? До конца маски үшін? До конца. До конца маратма? До конца? Сенен көреді саған. Жақын тұр. Енді бір-бірін мұрындарын ұстаңдар. Бір-бірін мұрындарыңды. Ей, дұрыс тақсасай, не болды сұқша? Ей, домофон кнопкасы емес қой, жайсасай. Шаш деймін мұрақсын шашын, бел деймін мұрақсын белі. Еті осы жерде короче. Қайсырмақ кетті. Шаш, қолдық, мұрын, ей! Сен мұна бешерін өлтірдің ғой, бүйтіп атқан. Ана бешер, кетті қал. Шаш, қолдық, мұрын, аяқ, ауыз, кетші бар, маған бере салайшы бар. Осы енді екі шөріп алса шықты. Мына жігітке бере салайық, қошын. Мынау саған, Алла разы болсын, мынау саған ойынның чемпионында үндемей жүріп Пернебайдан құтылған. Үндемей жүріп Қаскелеңнен құтылып, Ақтауды лақтырып кеткен через него. Кім есімің? Әлібек. Әлібекке шапалақ ұрып қойыңыздар! Мына аға, осылай әдемілік тойымыз өткізейік. Мен айтамын да, Аске, сен осы бір рет болсын әкеңді құшақтап, папа, мен сені жақсы көремін. Папа, Алла разы болсын, осы көмелей жеткізді, бір рет болсын рахметті айттың ба сен? Қашан? Айтты ма сізді? Қашан? Күнде айда. Күнде құшақтайсың ба сен? Күнде сүйесің ба? Қой сен түрің, сүйіскен адамға ұқсамайды ол үшін. Точно ма?